Сәлеметсіз бе? Менің есімім Бүрте. Мен бірінші сыныбында оқимын. Мектепте қандай ережелер бар және ол ережелер не үшін қажет деп ойлайсыз? Қандай керемет сұрақ. Мен сізбен танысқаныма өте қуаныштымын. Жалпы мектепте көптеген ережелер бар. Ол ережелердің әртүрлі мектептегі іс-шараларға қатысты. Мысалы, мектепке кешігуге болмайды. Ол тайм-менеджмент, яғни уақыт дұрыстап қолдану деген бағытқа жатады. Мектепке кешігіп келген оқушы өзінің сабағынан дұрыс ақпарат ала алмай қалады, немесе толық ақпарат ала алмай қалады. Екінші ереже, ол мысалы асханада қол жуу. Ол не себептен керек бізге? Өйткені әр оқушы өзінің денсаулығын күту керек. Ал кір қолда біз білеміз, не бар? Микробтар өте көп. Сол себептен өзіміздің денсаулығымыз мықты әрі дұрыс болу үшін біз қолымызды жуып жүруіміз керек. Одан кейін мектепте әдептілік сақтап жүргені өте маңызды, ол да ереже болып келеді. Не себептен? Өйткені әрбір адам құрметке ие болу керек. Әрбір адамды біз құрметтеуіміз керек. Сол себептен құрметті біз айтатын сөзіміз арқылы көрсетеміз. Мен сізге үлкен рахмет айтамын. Өте қуаныштымын. Сіздерге де көп рахмет. Менің атым Аян. Мен бірінші сыныпта оқимын. Мектепте ең маңызды нәрсе не деп ойлайсыз? Ой, қандай керемет сұрақ. Сұрақтар бір-бірінен артық болып келеді ғой. Мектептегі ең маңызды нәрсе сіздердің аман есен болуы және сіздердің жақсы білім алуларыңыз. Рахмет айтамын. Сіздердің зерттеулеріңіз сәтті болсын және зерттеудің нәтижесін бөліседі деген күтемін мен. Рахмет. Сәлеметсіз, мен Махмұт Айзере. Мен бір сыныбында оқимын. Сіз ақынады мені қадағалайсыздар. Сәлеметсіз бе? Біз балалардың әрине тазалықты біріншіден қадағалаймыз, екіншіден балалардың тамақтандыруын қадағалаймыз. Екінші сұрағыңыз? Сәлеметсіз бе? Менің атым Абенайда. Мен бірінші сыныбында оқимын. Сіздер күніне қанша тамақ дайындайсыздар? Сәлеметсіз бе? Біз күніне 500 және одан жоғары балаларға тамақ дайындаймыз. Сәлеметсіз бе? Менің атым Бекахмет. Мен бірінші класста оқимын. Сіз қандай кеңес бересіз балаларға? Сәлеметсіз бе? Біз балаларға асханада тыныштық сақтап отыруды және де тамақтандыруны қадағалаймыз.